Мешіттің өзіне кіргенде айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Мен дахалал масжида, мен атал масжида ли шейин фахуа хаззуху". Кімде-кім мына мешітке бір нәрсе үшін кірсе, оның күллі Алланың алдында алған үлесі сол дейді. Кірді де, мысалы, біреудің несіне қарағысы келді немесе, болды. Немесе біреу келді, анау неге жылап отыр, не көрсетіп отқан сияқты ғой деген. Не үшін кірдің? Сол сенің сауабың. Құдайдан қалтырау үшін кіру керек та бұл мешітке. Вама умиру илля айядхулуха хаифин дейді Алла. Алладан қорқулар үшін ғана, қорыққан күйде кірулері ғана бұйырылған еді дейді мешітке негізі. Әңгіме айту үшін емес. Кім тура жолмен жүрсе, кім 5 уақыт намазын оқып жүрсе, өзі үшін. Кім ораза ұстады кеше бір ай, өзі үшін. Мақтанамайсың. Тек Алланы мақтайсың. Өзі Құранда үйреткендей: Алхамдулиллахиллази хадана ли хаза. Барлық мақтау бізді осы жолға салған Аллаға да. Вама кунна линахтадия лаула ан хаданаллах. Алла бізді тура жолға салмағанда, біз тура жолмен жүрмейтін едік. Біреуге барып 100 мың теңге қайырымдылық бердіңіз ба? 50 мың теңге бердіңіз ба біреуге? Шамаңыз келіп біреу 5 мың берді ма? Өзің үшін. Өзің үшін. Сосын оны жоғалтып алма. Яғни беретін кезде бүйтіп шықырлатып көрсетіп, ана жерде біреу көріп тұрма деген шайтан араласады. Әлсіз жаралғанымызда өзің білмей қалуың мүмкінсің, қалай сол нәрсеге барып қойғаныңда. Харамнан тыйыл, шыда, парызды орында, шыда, жина ертеңгі сираттың үстіне. Өйткені саған керек нәрсе деп отыр Алла Тағала. Ең әуелгі сираттан өтетіндер дейді, кәл-барық, найзағай секілді өтіп кетеді. Найзағайды білесіздер ғой, қас қағым сәт қана болады да, бар жоқ болды. Ол сираттың ар жағында дейді. Күллі еңбегі Алла Тағала сол өсіріп тастаған, және сол күнге дейін жаңа шыдау деген нәрсе бар да менің өмірімде. Сенде тура жол бар. Тура жол бар, қарның ашып тұрса да. Тура жол бар, 3-4 ай жұмыс таба алмай жүрсең де. Тура жол бар, 2 ай ауырып жатсаң да. Сенде тура жол бар.